Мемлекетті өркендету, дамыту бағытындағы ең жауапты іс мемлекеттік қызметкерлерге жүктелетіні мәлім. Бүгінде мемлекеттік қызметті мінсіз ету үшін аз жұмыстар жасалып жатқан жоқ. Мемлекеттік қызмет туралы заңы олардың құқықтық, материалдық жағдайын және әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ өзге де адамдардың мемлекеттік органдардағы қызметі мәселелерін айқындайды. 100 нақты қадам ұлт жоспарының кәсіби мемлекеттік аппарат құру жөніндегі бірінші қадамына сәйкес мемлекеттік қызметтің мансаптық моделі енгізілді. Бұл ретте мемлекеттік қызметке тұру үшін бірнеше кезеңнен өту қажет. Бірінші кезең уәкілетті орган бекіткен тәртіппен тестілеуден өту. Екіншіден, тестілеудің оң қорытындысын ала отырып жеке қасиеттері бағаланады. Үшінші кезең тиісті лауазымға орналасуға арналған жалпы конкурсқа қатысу негізінде жүзеге асырылады. Бүгінгі мерекеге орай аудан әкімі тарапынан аталмыш сатылардан сүрінбей өтіп, адал еңбек етіп келе жатқан бірнеше жас маман марапатталды. Құрмет грамоталарына ие болған олар біздің телеарнамызға әріптестерін құттықтап сұхбат берді. Құрметті әріптестер, құрметті мемлекеттік қызметкерлер, бүгінгі сіздерді кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Осыдан 2013 жылғы елбасымыздың жарлығы бойынша 23 маусым мемлекеттік қызметкерлер күні бекітілген болатын. Бұл өз орны бар, себебі мемлекеттік қызметтің беделін арттыру мақсатында төл мерекемізді қойып, әрбір мемлекеттік қызметкерлер ел алдында адалда қызмет атқарып, халықтың сенімінен шығып, биік белестерден көрініп, елге деген, жерге деген өз еңбектерін арттыруға ниетті болсын деген ойда болар. Ендігі кезекті бүгінгі мерекемен құттықтай отырып, өздеріңізге денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, береке, жұмыстарыңызға сәттілік тілей отырып, бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Дарбаза ауылдық округі әкімі аппаратының бас маман заңгері Қуаныш Қансейітов мемлекеттік қызметкерлер күніне орай құттықтау сөзін жолдады. Халыққа қызмет етіп жүрген әріптестерін бүгінгі төл мерекелерімен құттықтап, істеріне табыс, еліміздің көркеюіне, жұртымыздың тыныштығына тілектестік білдірді. Сарыағаш ауданы білім бөлімінің жетекші маманы Сабырходжа Молдаходжаев телеарнамызға құттықтау сөзін жолдады. Әріптестеріне жұмыста алда болып, аянбай қызмет етуге шақырды. Барлық қазақстандық әріптестерін мемлекеттік қызметкерлер күнімен құттықтап, әрі қарайда елімізде жақсы мамандар қызмет етеді деген үмітпен сөзін аяқтады. 7 жыл алдын елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев бекіткен мемлекеттік қызметтер күні деп бүгінгі күнді 23 маусым белгіленген. Белгілеу мақсаты мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесін, яғни осы қызметін жоғарлату. Бүгін осы қызмет мейрамды пайдалана отырып, барлық мемлекеттік қызметкерге айтарым, бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Елге шаршамай, шалдықпай қызмет ете беріңіздер. Құда қаласа біздің еліміз бұдан да жақсы көркеюіне, дамуына үлес қосады деген сенімдемін. Біздің алдағы жастар мықты және білімді, тәрбиелі мамандар шығады деген ойдамын. Құда қаласа Қазақстанымыз үлкен мемлекет болуға сенімдімін. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев белгілеген әкімшілік реформаның екінші кезеңіндегі соңғы мақсаты халыққа және мемлекетке қызмет етуді барлығынан жоғары қоятын кәсіби мемлекеттік аппарат құру болып табылады. Қоғамның қазіргі мемлекеттік қызметтен күтетіні де осы. Бұл туралы алдағы күндерде арнайы репортажда толығырақ ақпарат беретін боламыз. Айгүл Мергенбайқызы, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.